Құрметті өмірден алынған каналының оқырмандары, менің каналыма қош келдіңіздер. Әңгімені соңына дейін тыңдап, менің каналыма жазылуды ұмытпаймыз. Жаза. Бір күні қатты ауырып жедел жәрдеммен ауруханаға бардым. Жұқпалы аурулар бөліміне жатқызды. Қасыма жасы 50-ден асқан әйел жатты. Қасында қараушысы қызы бар екен. Бір бөлмеде жатқан соң әйтеуір араласып кеттім. Әңгіме айтып, шер тарқатып бір-бірімізбен танысып отырдық. Менің жасым ол кезде 31-де еді. Әлі әйелдің қызы да менімен шамалас екен. Анасы түнде де күндіз де өзімен өзі күбірлеп сөйлей береді. Бірде сықылықтап күледі, бірде жылай салады. Біреуден тоқтаусыз кешірім сұрайтыны тағы бар. Қызынан ақырындап шет жағасын сұрағанда басында аса жақтырмай қалды. Кейін анасы қатты қиналып демала алмай реанимацияға кетті. Температура 40-қа көтерілген көрінеді. Анасына ауыр соқты. Дәрігерлер, аппаратқа жатқызамыз, кислород керек деп босып кетті. Қызы жылап мамалап артынан қалмай жүрді. Содан бөлмеге келген соң анамның басынан ауыр жағдай өтті ғой, ішіме сыймай барады деп көз жасын тиіп әңгімесін бастады. Мен үйдің жалғыз қызы және 2 ағам бар. Олар үйленіп жайлы болып бөлек кетіп қалды. Анамызға шыдай алмады, тек мен қалдым жанында. Әкем бізбен араласпайды, анамның ауыр жасаған кінәсі бар еді. Соған әкем қатты ренжіген, сол күйі біздің бетімізді көргісі келмей басқа отбасыға кеткен еді. Бір сөзбен айтқанда 30 жыл отасып, қартайғанда ажырасқан отбасымды қалай кінәларымды білмеймін. Мен тұрмыс құрмағам, тұрмысқа шықсам анама кім қарайды? Тастап та кете алмаймын, жүрегім шыдамайды. Анамның қараусыз қалатынына қорқамын, сол үшін анам аяққа тұрғанша қасында боламын деп шештім. Анама қатты жаным ашиды. Кезіндегі қателік өмір бойына жаза болатынын ол кісі білгенде бұлай жасамас па еді, кім білсін. Атам осыдан 10 жыл алдын 90 жастан асып қайтыс болды. Анам екінші келіні болған, әкем екеуі бөлек еншісін алып шығыпты. Анам ата-енеге міндет дегенді білмеген, қаланың қызы, әрі детдомда орысша тәрбие алған. Әжем қайтыс болғанда анамды әкем әзір апарған, ұят болады бару керек деп. Анама ондай дүние жат болған. Анам ешкіммен араласқысы келмейтін, қонақ келсе жақтырмай, қабақпен үйден қуатын жан болды. Солай анам мен әкемнің арасы аздап суып бастады. Бірақ әкем әрдайым анама дұрыс нұсқау көрсетіп жүрді. Ауылдағы туыстар анамды аса жақтырмайтын. Келін болып түскеннен қылық шығарғанды кім жақтырсын? Анамның қаттылығы жетімдер үйінде өскендіктен бе, өмір анамды қатал тәрбиеледі. Сол себепті шығар жан баласына жан ашымайтыны. 2 ағамның әйелдеріне күн бермеуші еді. Отырса опақ, тұрса сопақ қылған анам әр істен мін тауып үнемі шу шығарып жүретіні бар. Әкем қаншама рет бұл мінезді таста, жақсылық әкелмейді. Мұндай мінезбен өмір бойына жалғыз қаласың ғой, қойсайшы деп жалынып та сұрады. Өзгеретін адамның әрекеті анамда болмады. Басында иә деп біраз тыныш жүреді да қайттан бастайды. Әкем 2 баласының еншісін беріп, отбасыларың аман кезде бөлек шығыңдар. Біз әлі де жаспыз, өз күнімізді көре аламыз деп 2 ұлын солай бөлек жіберген. Әйтпесе анам олардың отбасын бұзуға сәл қалды. Қолда мен қалдым. Қыз болғандықтан ба мені еркелетіп өсірді. Ешкімге қолының ұшын тигізбей, мен десе анамның шығар жаны бөлек. Бірде атамның ауырып қалғанын естігенде анам бармады. Ауырса ауырады да. Қартайды ғой енді. Маған не қыл дейсіңдер? Өзімде ауырып жүрмін. Маған кім қарайды айтша деп әкеммен ұрса бастады. Анам ол уақытта пенсияға шығайын деп жүрген. Аздап денсаулығы нашарлаған соң инвалидноспен пенсияға шығуға больницаға жатып жүрді. Бірақ оншалықты пенсияға шығатындай емес еді. Тек үкіметтің беретін ақшасына қызықты, шынын айтқанда. Ақшаға жақын кісі еді. Көп уақыт өтпей атам дүние салды деген жаман хабар келді. Анам селт етпеді де әкемнің көңілі босап дереу ауылға кетті. Менде ілесіп бармақшы едім, анам жібермеді. Әкем анама жүр, әкемнің соңғы сапарына қатыс деп айтса да анам бармады. Сенің әкеңде өлетін күнді тапқан екен. Мен барсам әкең тіріліп келеме, больницаға жатуым керек. Комиссиядан өтемін.
Сосында басқа уақытта барамын деді. Әкем сол кезде қатты ашуланып, ауырмасаң өле қалмаған десе, санасыз қатын. Сені алғаныма өкінемін, бүкіл туысқа масқарамды шығардың. Сендей санасызбен тұрғанша ажырасқаным артық. Осы уақытқа дейін көндім, өзгеретін шығар деп, бірақ бәрі бекер екен. Өзгеретін адам о баста өзгереді. Тәрбие алмағанында осылай білдірдің деп әкем айғайлап үйден заттарын жинап кетіп қалды. Анама жылап, жүріңізші барайықшы деп қанша жалындым, қырсық анам өз дегенін жасап бармады. Әкеме, кетсең де еркек мағанда керек емес деп одан бетер ашуын шығарған еді. Осы уақытқа дейін әкем мүлде ұрмаған, бәріне шыдаған, жақсы көрген. Бірақ әкеме ауыр тиетін нәрсе жасаған соң көңілі қалды. Міне содан бері әкем сол күйі қарасын көрсетпеді. Менімен арасында хабарласып тұрады. Ағаларында анда-санда келіп кетіп анамның жағдайын біліп тұрады. Анам сол күні кешке қатты ауырды. Сыртқа шығып келемін деп лестницадан құлады. Оны көршілер айтты, анам құлап қалды деп. Скорый келем дегенше біраз жатып қалды. Дереу таксимен больницаға апардық. Басынан қатты соққы алған. Реанимацияға жатқызды. Ол жақта есін жиғанша жатады деді. Әкеме хабарласып айтқанда, өлсе өлсін. Не істеймін енді деп тұтқаны қоя салды. Ағаларым келді, бәріміз хабар күтіп коридорда отырдық. Анам есін жиды, бірақ ешкімді танымайды. Есімі кім, ер ме әйел ме білмейді, тап бір жас бала секілді. Біздерді көріп жылай берді, ыңылдап жылап кімсіңдер деген сөзді қайталай берді. Бәріміз жылап анамызға өзімізді айтып жаттық. Бірақ анам бізді түсінбеді. Бетімізге қарап күлді де ұйқыға кетті. Дәрігер тынышталатын дәрі ектік, аналарыңыз есін жоғалтты, уақыт өте есіне түсер, түспеуі де мүмкін деп көңілімізді су сепкендей басты. Жазылған соң үйге шығардық, басында 2 жеңгем қарасып жүрді. Кейін анамның қылығына шыдамады, шыдайтындай емес еді. Бұтына дәретін сындыра салады, үлгермесең оны әр жерге жағады. Солай жеңгелерім ұшынып ақыры келместей болды. Жас баладай болған анама өзім қарадым. Өкіметтің жәрдем ақысымен күн көреміз, арасында ағаларым ақша жіберіп отырды. Кейде әкем жіберетін, арасында анау келіп кешірім сұрайтын. Білесің бе, әкем қайтар алдында саған қарғыс айтқан екен. Ол кісінің наласына қалдың, содан шығар осындай күйге түскенін деп көңілі босап кететін. Ата әжем кезінде әкеме қаншама рет ажырас деп шарт қойған, бірақ әкем тыңдамаған. Сол кезде атам қарғыс атқыр, ол қызды мына менің налам ұрсын деп қатты ашуланған. Түбінде міне ажырасты, анам есінен алжыды. Бұл жерде мен ешкімді кінәлағым келмейді. Ешкімдікі дұрыс деп те айта алмаймын, кейде бәрінен шаршап кетемін. Қарттар үйіне өткізе салғым келетін кездер болады. Қайтемін енді, менімен жастылар, бала шағасымен бақытты, менің жүрсім мынау. Жастық шағым жылаумен өтті, енді қашанға дейін шыдарымды білмеймін. Сізге шерімді тарқатып бір жақсарып қалдым, рахмет сізге деп әлгі әйелдің қызы өз оқиғасын аяқтады. Сол түні анасы өмірден өтті. Менің түйгенім қырсық мінез, қарғыс деген сынды нәрсені қою керек. Иә, жас келін кезінде оны ешкім қабылдамады. Қырсық мінез міне осындай жағдайға душар етті.